Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен нәзік, жұмсақ, әрі дәмді болып шығатын слезы ангела пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз қамырымызды дайындап аламыз. Өстіп ұнға 1 шай қасық разрыхлителімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Содан соң 2 қасық қантымызды қосамыз. Бізде песочный тесто шығу қажет. Менің описание бөлімінен қаншалықты мөлшерде салу керек екендерін қарасаңыздар болады, жазып кетемін. Содан соң бөлме температурасындағы маргарин немесе сары майды үстіп араластырып, содан соң жұмыртқа саруымызды салып, 2 ас қасық сметанамызды саламыз да жұмсақ тесто жасаймыз. Осы тестамыз дайын болғаннан кейін тестамызды тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Мен тестам дайын болды. Ендігі кезек салмамызды дайындаймыз. Осылай творогымызды салып аламыз. 4 жұмыртқа саруын салып, үстіп жақсылап бір-бірімен араластырамыз. Содан соң 200 немесе 150 грамм қант қосамыз. Қатты тәтті болғанын қаласаңыздар 200 грамм қант қоссаңыздар болады. Сонымен қатар 100 грамм сметана қосамыз. Содан соң үстіп блендермен өткіземіз. Осы барлығы біріккеннен кейін тоңазытқыштан тестамызды алып, бортиктар жасаймыз. Міне бортигім дайын болды. Тестамыздың ішіне салмамызды құямыз. Микротолқын пешімізді алдын ала жақсылап қыздырып аламыз. Содан соң 35 минутқа пісіреміз. Пирогымыз дайын болғанша кремін дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаның 4 ақ уызы қажет, 4 ас қасық қант қажет болады. Осылай миксермен жақсылап взбивать етеміз, тоқтамай. Бұл жерде ескеретін жайт, ыдыстарыңыз және миксерда ешқандай су болмау керек. Барлық ыдыс құрғақ күйінде болу керек. Міне біз осылай взбивать етіп біткеннен кейін аппақ болып көтеріле бастағаннан кейін ақырындап қантымызды қоса бастаймыз. Қантты бірден салмаймыз. 1 ас қасықтан 4 ас қасық саламыз. Бірінші 1-1 қасықтан ақырындап салып, үстіп взбивать ете береміз. Не осындай әдемі масса пайда болу керек сіздерде. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі пышный болып шықты креміміз. Міне креміміз дайын болды. Енді пирогымыз піскен кезде осыны пирогымыздың үстіне салатын боламыз. Міне пирогым дайын болды. Бұл жерде біз микротолқын пешімізді өшірмейміз. Қызып тұрған микротолқын пешімізге қайтадан кремді жағып біткеннен кейін салатын боламыз. Міне кремімізді ақырындап алып, асықпай жағамыз үстіне. Міне барлық кремімді салып біттім. Енді барлығын осылай түзейміз.
креміміздің үстіне қатты баспаймыз. Ақырындап басып жайғастырамыз. Сосын қалауларыңыз бойынша өстіп ұзу жасасаңыздар болады. Міне, узорымызды жасап біткеннен кейін қасықпен немесе басқа да силиконовый қасықтармен жасасаңыздар да болады. Осылай жасап біткеннен кейін 5 минутқа микротолқын пешке бетін қызартып пісіреміз. Міне, пирогымыз пісті. Дайын болған пирогымызды енді жақсылап суытып аламыз. Ол үшін бетін крышкамен жауып қоюымыз қажет. Толық суығаннан кейін үстінен көпіршіктер пайда болады. Міне, менің пирогым толығымен суыды. Осындай әдемі көпіршіктер пайда болады бетінде. Слеза ангелы пирогымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Осы рецепті қолданып, міндетті түрде осындай пирог дайындаңыздар. Сіздермен болған Айгүл Сәкенова, назарларыңызға рахмет.